тыңдайтын күйлеріміз халық күйі Ақсақ Құлан. Бұл күйдің шығу тарихын, аңызын барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Шыңғыс ханның баласы Жошыған құлан аулауға шыққан кезде абайсызда мерт болып, хан баласының өлімін ханға қалай жеткіземіз деп халық қатты қиналады. Оның үстіне ханның жарлығы бар, кімде-кім маған баламның өлімін жеткізсе, соның көмейіне қорғасынды балқытып қоямын деген. Сонда халық тосалып, тіл қаймығып, тіл жеткізе алмай тұрған кезде осында күй жеткізген екен. Осы жерден мына күйден біз күйдің құдіретін көреміз және күйдің қазақтың, халықтың өмірінде қандай үлкен рөл ойнағандығын көреміз. Енді қалуыңыздар сөйлейді. Келесі тыңдайтын күйлеріміз Әшімтайдың Қоңырқазы. Бұл Қоңырқазы деген күй, мынау Балқаш өңірінде Қоңырқаз деген құс бар екен. Бұл құстардың бәрі мынау суық түскен кезде, жылжаққа кеткен кезінде осы құс қалып қояды екен. Алғашқы қар түсіп, күн әбден суытқан кезде барып қана бұл өзінің жылжаққа кетеді екен. Сонда әлсіз ауру құстар суыққа шыдай алмай қырылып қалады екен. Солайша сұрыпталып жүріп
жүреді екен осы құстарда. Осындай табиғатпен қарсы күрескен оның құстың өр мінезін сипаттайтын күй екен бұл. Қалуыңыздар.
сіздердің назарларыңызда күй тартыс. Қазақта біз концертімізді Батыржан мен Динараның күй тартысымен аяқтауымыз келіп отыр. Құрманғазы күйлерінен күй тартыс. Önerileriniz size olsun demek biz Hasan'la önerilen bir işin dalından görünebilirler.
сәт сапар тілейміз. Сіздерге бүгін концертке келіп ыстық ықыласпен тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі жүздескенше күн нұрлы болсын.